Инвестиция дегеніміз не? Акциялармен сауда жасап, қалай ақша табуға болады? Қор нарығы деген не? Бұл система қалай жұмыс жасайды? Бұл заңды жұмыс па? Инвестициялық портфельді қалай құрамыз? Оны жүйелі түрде құру үшін нені білу керек? Дәл бүгінгі сабақта мен сіздерге осының барлығын түсіндіріп беремін. Инвестиция деген не және инвестициялық портфельді жүйелі құру үшін, өздігінен самостоятельно құру үшін не істеу керегін барлығы осы видеода айтылатын болады. Маған тіркелуді ұмытпа, менің есімім Дана Кубентаева. Кеттік. Жалпы қазір таңда байқасаңыздар, TikTok, Instagram, Reels, жан-жақты әлеуметтік желілердің барлығын ашып қарайтын болсаңыздар, инвестиция, трейдинг, акция, алтын деген сияқты дүниелерді көптеп естуге болады. Бірақ ол не? Қалай жұмыс жасайды? Қазақстанға бұл мамандық келіп жатқанына бір 2-3 жылдың айналасы болса, дамыған елдерде бұл сонау замандардан келе жатқан үлкен мәдениетке айналған. Мысалы, Америкада бала туыла салысымен оған 1-3 счет ашылады, және соның біреуі міндетті түрде инвестициялық счет. Ол счетқа оның ата-анасы әртүрлі активтерді сатып алады. Соның ішінде Tesla, Amazon, Apple сияқты үлкен ірі компаниялардың акциялары да болуы мүмкін. Яғни олар акциялар арзан кезінде, бала кішкентай кезінде сатып алады, ол бала 18 жасқа толған кезінде ол акциялардың үлкен өсімінен өзіне болашақ капитал құрады. Жалпы бұл система қалай жұмыс жасайды? Бұл заңды ма, бұл халал ма деген сияқты сұрақтар жиі келеді. Мысалы, бүтін мемлекет тарапынан қарастыратын болсаңыздар. Мысалы, Қазақстан, оның ішінде қаншама адам бар, қаншама бизнес бар, қаншама жасалынып жатқан жұмыс бар. Міне, әрбір мемлекеттің өзінің экономикасы, өзінің ақшасы болады. Мысалы, Қазақстанда сол экономиканы, сол ақша айналымын реттеп отыратын ұйымды биржа, яғни кассы биржасы деп атайды. Америкада ол NASDAQ, Нью-Йорк Stock Exchange биржалары. Ресейде ол Moscow Stock Exchange. Яғни Қазақстанның территориясында орналасқан қазақстандық компаниялардың акциялары саудаланатын, былайша айтқан кезде базарды біз биржа деп атаймыз. Сіз бен біздер сол биржадан қандай да бір акцияны арзан кезінде сатып алып, қымбаттаған кезінде сата аламыз. Енді осы жерден сізде сұрақ туындауы мүмкін. Маған ол компанияның акциясын сатып алу үшін нені білу керек? Жалпы не үшін компаниялар өзінің акцияларын ондай қоғамдық саудаға шығарады? Енді бұл жерде салыстырмалы түрде айтайын. Инвестиция дегеніміз не? Ол сенің қолыңдағы бар ақшаңды үлкен ақшаға дейін жеткізу. Яғни қолыңдағы кішкентай бюджеттен, кішкентай ақшадан, қолыңдағы 5 мың теңгеден 10 мың теңге, 15 мың, 20 мың теңге жасау. Кез келген бизнес белгілі бір дәрежеге жеткен кезде масштабқа шығу үшін оған қаражат керек. Мысалы, мен Данамын, менің гүл шығаратын бір заводым бар, теплицам бар дейік, я? Сол теплица менің шамам жеткенше белгілі бір деңгейге жетеді. Бірақ үлкен ауқымды масштабқа шығу үшін маған үлкен қаражат қажет болады. Менің бизнесім тұрақты түрде маған табыс алып келіп тұр, және бұл бизнестің болашағының бар екендігін мен білемін. Және уақыт өте келе мен өзімнің бизнесімді масштабтау мақсатында бұл компанияны қоғамдық IPO-ға шығарамын. IPO дегеніміз ол сіз бен біздер сияқты адамдар келіп, осы компанияның акциясын сатып алатын мүмкіндік тудыратын алаң. Яғни қарапайым тілде айтқан кезде дәл осылай. Яғни бұл жерде инвестициямен айналысу дегеніміз ол бизнеске иелік ететін адам үшін қосымша қаражат, бизнесті масштабтаудың жолы, ал біз сияқты қарапайым адамдар үшін ақша табудың бірден-бір заңды, адал, таза жұмысы. Және бұл жерде инвестициямен айналысу үшін ең бірінші түсіну керек нәрсе, қай биржада сіз жұмыс жасап жатырсыз. Сіз қазақстандық биржада жұмыс жасайтын болсаңыз, қазақстандық қана акцияларды ала аласыз. Мысалы, Халық банктің сіздер барып брокерский счет ашып, сол жерден Халық банктың акцияларын сатып ала аласыз. Яғни сіз қазақстандық акцияларды қазақстандық брокерден, қазақстандық компаниялардың акцияларын алып жатқандығыңызды көрсетеді. Яғни сіз бір сөзбен айтқан кезде кассы биржасынан акция алып жатырсыз. Ал егер де сіз Freedomнан счет аштыңыз, сіз NASDAQ биржасынан барып Apple'дың акциясын сатып алсаңыз, сіз американдық биржадан акция алып жатырсыз. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Инвестицияны бастаған кезінде сіздер қай биржадан жұмыс жасаған тиімдірек? Мен новичокпын, мен ештеңе білмеймін, нөлден. Яғни сіз дәл қазір ең бірінші инвестицияны жасап бастау үшін, акцияны арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сату үшін просто ең бірінші жасалынатын әрекет ол брокерлік счет ашу. Қазіргі таңда мошенниктер өте көп. Брокер дегеніміз
кім? Брокер деген ол биржамен сіздің ортаңызды байланыстыратын делдал. Осы делдалды дұрыс таңдау арқылы сіз өзіңіздің ақшаңызға толыққанды кепілдік ала аласыз. Ертеңгі күні ақшаңыз жоғалып кетпейтініне, нөл болып минусқа түсіп кетпейтініне, ертеңгі күні кез келген уақытта ол ақшаны шешіп ала алатындығыңызға. Қазіргі таңда Қазақстанда сенімді екі брокер бар, біреуі Freedom, екіншісі Пайдакс. Егер де брокерлік шотыңыз әлі жоқ болатын болса, төменде Пайдакс брокерлік компаниясынан шот ашуға сілтеме қалдырдым. Сол сілтеме арқылы өтіп, өзіңіздің алғашқы брокерлік шотыңызды ашып, еще $50 бонус ала аласыз. Ал енді ары қарай брокерлік шотты ашқаннан кейінгі туындайтын сұрақ, ол сіздерге қандай акцияны қай биржадан сатып алу. Сіз брокерлік шот аштыңыз, енді сізде выбор тұрады, яғни таңдау тұрады. Мен қазақстандық акциялар алам ба, әлде американдық акциялар алам ба деген сұрақ туындайды. Енді бұл жерде сіздер бірден сол компаниялардың ақшасына, оборотына, экономикасына қарайсыз. Мысалы, Қазақстандағы бір X компания мен Америкадағы Apple-ды салыстыратын болсақ, ол екеуі екі түрлі. Себебі Apple-дың маркеттік капитализациясы, яғни Apple-дың компанияның жалпы құны Қазақстанның экономикасымен тең. Яғни, егер сіз қазақстандық бір компанияның акциясын сатып алсаңыз, 1000 теңгеге алып, одан 1200 теңге пайда көруіңіз мүмкін. Ал Apple компаниясының бір акциясын сатып алып, мысалы сіз оны $200 сатып алсаңыз, оның үстінен $100, $200, $400 көбірек ақша көруіңіз мүмкін. Яғни, ақша тұрғысынан қарайтын болсақ, әрине американдық биржа әлде қайда тиімді болады. Яғни, бұл жердегі келесі біздің жасайтын қорытындымыз, ол дәл осындай мықты компанияларды арзан кезінде табу және оны қымбат кезінде сату. Осы уақытқа дейін менің алдымнан 1500-2000-ға шақты шәкірт өтті. Сол шәкірттердің барлығына біз акцияларды арзан кезінде сатып алып, дұрыс бағада, дұрыс уақытта, дұрыс акцияны сатып алып, оның қымбаттағаннан пайда табуға көмектестік. Және менің үлкен-үлкен ірі кейстарым өте көп. Соның ішіндегі ең ірі кейстарымның бірі, ол осы соңғы 7-8 айдың ішінде BI групптан 2 бөлмелі пәтердің первоначалкасын дәл осы инвестиция арқылы жинаған шәкіртім Бекзат мырза. Сол кісінің видеосы мына жерге қойып қойдым. Ол кісі бастапқыда тоже нөлден келді. Инвестицияның мүлдем не екендігін толыққанды түсінген жоқ. Тіпті брокерлік шоты болған жоқ. Өзі кәсіпте жүрген кәсіпкер болғандықтан бұл салада ақшаның бар екендігін көре отыра, ары қарай осы саланы үйреніп, осы жерден қосымша табыс тапқысы келді. 7-8 айдың ішінде бас аяғы $10,000 шамасында табыс тапты. Осы скриндардың барлығын сіздерге арнайы қойып қойдық. Яғни бұл саланың ең үлкен фишкасы неде? Сен өзің бизнес жасап, ол бизнесті көтеріп, ол бизнесті айналдырып, ақша, энергия, ресурс салудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Сен жай ғана біреудің дайын бизнесінің акциясын арзан кезінде сатып аласың, қымбаттаған кезінде сатасың. Егер менің курстарым қызық болатын болса, мына жерде менеджердің номері тұр. Міндетті түрде менеджерге хабарласыңыздар. Біздің Алматы қаласында офлайн академиямыз бар. Сол академияға келіп, сіз де білім аласыз. Жалпы достар, білесіздер ма, қазіргі таңда инвестициямен айналысудың ең үлкен артықшылығы қандай? Кез келген уақытта кез келген адам жұмыссыз қалып қою қаупі бар. Қазіргі таңда жасанды интеллекттің дамуына байланысты көптеген мамандықтар жұмыссыз қалып жатыр. Егер бұрын 10 адам жасайтын жұмыс болса, қазір оны бір жасанды интеллект жасай алады. Қазіргі жылдың өзінде, тек қана 26 жылдың жарты жылдың өзінде жұмыссыздық деңгейі 13%-ке дейін өсіп отыр. Яғни жасанды интеллекттің дамуына байланысты, инфляцияның өсуіне, кризистің күшеюіне байланысты қаншама мыңдаған адамдар жұмыссыз қалып жатқандығын көруге болады. Осындай сәтте адамда план Б всегда болу керек. Даже саған ол план Б керек емес болған күннің өзінде сен 50, 60, 70 жасқа келген кезде дәл қазіргідей жұмыс жасағың келмейтін болса, дәл қазір саған капитал жинап бастау керек. Ал капитал жинауды міндетті түрде инвестициядан бастайсыз. Хоть сіздің артық 5000 теңгеңіз, 10.000 теңгеңіз болса да, сол ақшамен инвестиция жасап бастаңыздар. Неге екендігін түсіндірейін. Күрделі пайыз деген ұғым бар. Мысалы, қазір сіздер Freedom брокерден немесе Пайдакстан шот аштыңыздар. Енді шот ашқаннан кейін сіздерге міндетті түрде структура керек. Яғни мен мынаншама акция аламын, мынаншама ETF аламын, мынаншама дивиденд аламын, мынаншама облигация сатып аламын деген сияқты. Яғни осы структураны құрып алғаннан кейін сіздің определенный бюджетіңіз болады. Мысалы, $1000, $2000, $3000 деген сияқты. Сол $3000-ға сіз бастапқы бір
структура құрасыз. Мысалы, мынау үй болатын болса, соның фундаментін салып қоясыз. Бұл сіздің инвестициялық портфеліңіз болатын болса, соның фундаментін салып қоясыз. Одан кейін ай сайын міндетті түрде табысыңыздың белгілі бір мөлшерін, шамаңыз жеткенше, хоть 2000 теңге болса да, хоть 5000 теңге болса да, ай сайын тұрақты түрде салып отыру керек. Енді қараңыздар, Альберт Эйнштейннің күшті сөзі бар. Әлемнің 8-ші кереметі ол күрделі пайыз. Күрделі пайыз дегеніміз не? Мысалы, сіздің қолыңызда қазір 2000 доллар қаражат бар, сол 2000 долларға сіз қандай да бір акциялар сатып алдыңыз. Енді сіздің қолыңызда 2000 доллар емес, 2200 доллар ақша бар. 2200 доллардың үстіне келесі айдың зарплатасынан, айлығынан тағы да 200 доллар қостыңыз. Енді сіз 2400 долларды көбейтесіз. Яғни алдыңғы айда сіз 2000 долларды өсірген болсаңыз, ендігі айда 2400 долларды көбейтесіз. Яғни бұл дегеніміз, егер алдыңғы айда маған ол 200 доллар ғана пайда берсе, енді осы айда уже 250 доллар пайда береді. Яғни әрбір ай өткен сайын сіздің ақшаңыздың үстіне ақша қосылып, сол күрделі пайызды құрайды. 20 жылдықта, 30 жылдықта ол өте үлкен қомақты қаражатқа айналады. Яғни қазіргі таңда, егер де 10 жыл деген сіз үшін үлкен период болып көрінетін болса, просто терезеге қарап көріңіздер. Қазір на дворе, орысша айтқан кезде, на дворе 26-й год, яғни 26-шы жылдың қалай келіп қалғандығын біз бен сіздер тіпті байқамай да қалдық. Күні кеше ғана 2015-2016 болып жатқан сияқты еді, бірақ уже 10 жыл уақыт өтіп кеткен. Енді қараңыздар, 2015 жылы Nvidia деген компанияның бір ғана акциясы 0,8 долларды құраған. Ойлаңыздар, даже 1 доллар емес, 0,8 долларды құраған. Қазір Nvidia компаниясының бір акциясы шамамен 200 долларды құрайды. Яғни небәрі 10 жылдың ішінде бұл компанияның акциясы 200%-ға көбейіп отыр. Яғни сіз сол кезде 100 долларға хотя бы 100 штук акция алып қойсаңыз, сіздің қазір 200 000 доллар қаражатыңыз болатын еді. Просто сатып алып ұмытып кеткен жағдайдың өзінде де сіздің дәл қазіргі капиталыңыз сондай сумманы құрайтын еді. Сол себепті инвестицияны ертерек бастаған адам тезірек результатқа жетеді. Жалпы инвестициялық портфельдің өзін екі типте жүргізуге болады. Яғни қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзімді ол сіз қандай да бір 5 жылдыққа, 10 жылдыққа, 15 жылдыққа инвестиция жасайтын болсаңыз, ал қысқа мерзімдіде сіз жай ғана Apple, Tesla, Amazon сияқты әлемдегі ең мықты компаниялардың акцияларын арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сатудан осы айырмашылықтан ақша таба аласыз. Және осы тапқан ақшаңыз сіздің заңды тіркелген болып саналады. Көп адамның қорқынышы, сұрағы, инвестиция деген казино емес па, ол деген жаңағы ақшамды салсам жоғалып кетпей ма деген сияқты сұрап жатады. Жоқ, бұл кәдімгі товарный бизнес сияқты арзан кезінде сатып аласың, қымбат кезінде сатасың, тапқан пайдаңнан мемлекетке міндетті түрде салық төлейсің. Яғни ИПН, подоходный налогты төлейсің, оның барлығы расталады, көрсетіледі. Жалпы бүгінгі сабақта мен сіздерге инвестиция туралы қарапайым жеңіл тілде жеткізгім келді. Бүгінгі сабақта мен сіздерге IPO-ға компания қалай шығады және сіз бен біздер оны қалай сатып алатындығымызды айттық. Егер сіздің брокерлік счетыңыз жоқ болатын болса, 50 доллар бонуспен Пайдакс брокерінен счет ашсаңыздар болады. Сілтеме төмен жақта тұр. Ал менің келесі видеоларында нақты акцияларға қалай анализ жасап, стратегиялардың барлығын көрсететін боламын. Маған тіркелуді ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.